Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге алғашқы жасағаннан ақ өте дәмді, керемет болып шығатын сүзбелі бәліштің, яғни творожный пирогтың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін өткізбей қарап, рецепті сақтап алып, жасап көруге кеңес беремін. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды және де оның үстіне шекерімізді салып, вилкамен не болмаса миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің сары майымыз бен шекеріміз жақсылап араласқаннан соң, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салып, алдымен осылай вилканың көмегімен, содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей қолымызбен қамырымызды біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды, қолымызға жабыспайды, өте жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Үлкендеу бөлігін осы формамызға салып шығамыз, ал қалған екінші бөлігін жандарына жалғастырып шығатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, өзіңізге ыңғайлы болады деген ойдамын. Қамырымызды салып болғаннан соң вилканың көмегімен дәл видеодағыдай етіп жандарын тегістеп шықсаңыздар болады. Содан соң тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз, яғни сүзбе, оның үстіне бір жұмыртқамызды, шекерімізді, қаймағымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салмамыз дайын. Енді осы салмамызды жаңағы формамызға құятын боламыз. Құйып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Мен бетін осылай жеміс жидекпен әсемдейтін боламын. Жалпы бұл маңызды емес. Ештеме салмай пісірсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет достар.